Сәттілік ешқашан бір мезетте келмейді. Оған қол жеткізу үшін бірнеше белестерді бағындырып қана биік асуларға шыға аласыз. Арман басында көзге көрінбейтін, қолға ұстауға келмейтін дүние болады. Десе де, уақыт өте келе өзіңнің қиялың мен сол мақсатқа жетуге жасаған талпыныстарың арманыңды шынайы етеді. Міне, оның басты күші осыған саяды. 20 жылдан бері КМФ-ті жаңа белестерге итермелеп келе жатқан да осы. Арман күші. Бізді болашаққа итермелейтін арман кішігірім қиялдан басталады. Ал бізге келер болсақ, барлығы шағын ғана қалашық пен бір қарағанда аса көзге көрінбейтін нәтижеден басталды. Біздің клиенттеріміз үшін алғашқы несиелердің сомасы $100 дейін болатын. Әрине, қазір біреулерге мұндай сома күлкілі болып көрінуі мүмкін. Дегенмен 90-шы жылдары біздің клиенттер үшін бұл өте көп, ауқымды қаражат болатын. Біз әрине қандай да бір нәтижеге қол жеткіземіз деп ойладық. Алайда дәл осындай, қазіргі біздегі нәтижені тіптен күтпеген едік. Жоспарлаған да жоқпыз. Түсімізге кіріп те шықпайтын. Әлем бір орында тұрған жоқ. Уақыт өзгереді. Бір технологияның орнына екінші озық технология мен жаңа идеялар келеді. Өзгерістер бізді өзгертеді. Бірақ арман өзгеріссіз қалады. Сол бізге өсуге шабыт береді. Өз ісінің үздігі болуға шақырады. Рекордтық көрсеткіштерге дандай сымай, тиімді салымдарды тартады. Қуаныш сыйлап, жақыныңа көмек қолын созуға. Солтүстік пен оңтүстікте, үлкен қалалар мен шағын ауылдарда, ұлан-ғайыр елімізді мекен ететін мыңдаған отандастарымызда бір ұқсастық бар. Ол жұмыс жасауға құштарлық пен армандарды жүзеге асыруға деген құлшыныс. Ең алғашында нан пісіріп бастаған шақта, ең алғашқы қалыпты пештен шығара алмай қиналдық. Наубайханамыздағы техника өте ескі болатын. Есігі жоғары, сондықтан қалыпталғанда сол жерге қыстырылып қалатын. Әйтеуір шығардық, бірақ нанымыз өте дәмді болып шықты. Барлығы бірден іске аспайтыны түсінікті. Бірақ сен алдыңа мақсат қоясың. Нәтижені де алдын ала елестетесің. Ауқымды жоспарларға ұмтылып, жарқын болашаққа ұмтыласың. Сами начали выпекать хлеб, потихоньку спрос уже как-то уже. Нанды өзіміз пісіріп бастадық. Сұраныс біртіндеп өсе бастады. Сол себепті жұмысшыларды жұмысқа алдық. Бүгінгі таңда бізде шамамен 10-ға жуық адам қызмет етеді. Екі көлік нандарды дүкендерге тасымалдайды. Бір салымда бізде 162 қалып нан пісіреміз. Әрбіреуінің дәмін тексеріп, қалыңдығын көреміз. Өзіміздің күріш өз диірменіңнен өзіңнің қолыңнан шыққаннан кейін басқалардан жоғары сияқты болып көрініп тұрады. Жаңағы осы жерден біреу тойға алып кетіп, тойларда палау басып таратып жатқанда қасындағы отырған адамдарға мен біздің диірменнен шыққан күріш деп мақтан аламыз, мақтанып отырамыз. Қуаныш қиындықтарға мойымай, сүйікті ісіңнен ләззат алғанда ғана келеді. Кімге арқа сүйеуге болатынын білгенде ғана келеді. Көктемгі уақытта егін күріш егуге өзі шығын көп кетеді. Ақша жеткіземей қалған кездерде барып көмектен алып, күзге дейін пайдаланып, күзде өзіміздің егінімізді жинап алғаннан кейін барып есептесіп отырамыз. Бизнесті құрарда әрдайым қателіктер болады. Бірақ басқалар көрген сәтсіздіктен сен мүмкіндік көресің. 90 жылдары біз осы сауда саласына келіп, Қытайдан, Бішкектен неше түрлі киім-кешектерді әкеп саттық. Сондағы менің түсінгенім, шетелден әкелген киімдерді біздің тұтынушылар өте қатты сұраныс бола қоймады. Өйткені кейбір маталар ұнамады, тігістер ұнамады. Содан менде бір ой туындады. Неге өзіме жеке кәсіп ашпасқа? Сондықтан осы тігін саласына көп көңіл бөле бастадым. Иә, бұл жолда көптеген аяқтан шалушылар мен қиындықтар, сәтсіздіктер болады. Бірақ арманыңа сенсең, бұлар түкте емес. Бір рет шалынсаң да, орныңнан тұрып, еңбек етуді жалғастыруың маңызды. Мен өзімнің бағанағы жұмысшыларыма өзімнің отбасым секілді қараймын. Өйткені менің мынау кәсібімнің дамуына бұдан да зор
жетістіктерге жету үшін менің жұмысшыларымның маған көмегі өте зор. Үлкен қалалардан қашықта өмір мүлдем басқа сарында жүріп жатыр. Бұл жерде уақыт тоқтап қалғандай, өткен ғасырлардың сырын сақтап тұрғандай сезіледі. Бірақ ол жерлерде де жылдар бойы ештеңе өзгермейді. Біз бен сіз сияқты арманына сенетін адамдар қызмет етеді. Ананың ботасы жүдә лекер болады бұның да, туған кезде. Жас кішкентай, кішкентай боталар. Көз соған тікеді мысалы. Соны енді біраз өз-өзіне келгенше көпке көрсетпей илажымыз тыңқырап, сосын жаңа қызыл жіберектер майлап нәзік болады да бұл, туып шамалы бір айға дейір, бір 2 айға дейір өте нәзік болады. Одан кейін барып өз-өзіне келеді. Кішкентай ғана ботадан Сахараның ыстығына төзе білетін мықты кемелер өмір атты шексіз мұхитқа сапар шегеді. Өз ісіңе, күшіңе, ақылыңа сенсең, сәттілік сенен еш қайда қашпайды. Бұл түйелердің бәрі өзі қоз алдында өскен, бұл 1000 түйенің арасынан өзін тауып аламын қандай екенін. Бұл құда қызы қазір 30 шақты, бұны ары дамытамыз. Үлкен арман ауқымды нәтижелерге әкелетініне әрқашан сенімді бол. Несиелік портфель өсіп, берілген несиелер саны артады. Жеткен көрсеткіштер инвесторлардың сенімін нығайтады. Мұның барлығы компанияның позициясын өсіріп, микроқаржылық нарықтағы рөлін кеңейтеді. Менің өзіміздің кәдір отбасылық жеке кәсіпкер болғандықтан біз мұнда жолдасым, 2 қызым, баламен айналысамыз осы сауда саласында. Сондықтан да келешегімен балаларының келешегін ойлай отырып, олардың кейінгі күндері осы тігін саласында өзінің өндірістерін болғанын қаладым. Сондықтан да мен осы тереңдетіп, осы мамандықты игере бастадым. Бір кірпіштен 10 кірпіш салып, іргетасын қалап, өз ісіңді осылай қадам-қадаммен дөңгелетесің. Бизнес әлемінде барлығын ақша шешет деген стереотип жойылуы керек. Ең бағалысы 7 рет өлшеп, 1 рет кесу, өз жолыңды нақты білу. Дегенмен барлығын ескеру мүмкін емес. Тіпті мұны ешкімнен талап ете алмайсың. Барлығын дұрыс жасап жатсаң, сен кезінде қолдау көрсеткен адамдар саған да дұрыс бағыт береді. Бұлардың барлығы түптеп келгенде дұрыс әрі уақытында жасалған шешімдер болып шығады. Жаңа кәсіпкерлер, бұл жаңа жұмыс орындары, сөрелердегі жаңа өнімдер, жолдар, тіпті қаңырап бос қалған ауылдарға жан бітеді. Бірақ арманның шегі жоқ. Ол бұлттан да асып кетердей биік. Балаларға болашаққа сенім сыйлау, жақыныңмен жақсылықпен бөлісу, ардагерлерге сыйластық білдіру, өскелең ұрпақ өмір сүретін әлемге назар аудару. Бұл компанияның мәртебесі үшін жасалатын қайырымдылық емес. Бұл бір арман біріктірген адамдар құндылығының көрінісі. Мы проходили через успехи, через какие-то сложности. И в моменты успеха, и в моменты сложности очень важно не потеряться с пути. И мечта... Бізде сәттіліктер де, сәтсіздіктер де болды. Сәттілік кезінде де, қиындыққа ұрынған кезде де алған беттен таймау керек. Арманың өзі саған дұрыс жол көрсететініне сен. Себебі сен алдыңа миссия қойдың. Оны орындауың қажет. Менің арманым тек өзім үшін, немесе отбасыма, компанияма жақсылық жасау ғана емес. Қазіргі менің жасымда қоғамға бір пайдам тисін деймін. Халыққа, адамзатқа қызмет еткім келеді. Иә, менің сөзім мақтаншақтық секілді естілуі мүмкін. Дегенмен, бұл шындық. Басты мақсат басқалардың арманын іске асыруға көмектесу болса, мұның оңай болмайтыны түсінікті. Алайда, сол жолда кездескен қиындықтар мінезді қайрайды. 1700 адам сенің кез келген бастамаңды қолдауға дайын. Ең менің жоспарым, негізгі жоспарым осы түйен басын көбейтіп, соны мынау жаңа пластмасс бөтелкелерге жауып, магазиндерге шығарып, өз шаруашылығының атын шығарып, оны дамытып, мысалы, одан сайын үлкен. Андай станоктармен сауатын қылып, заманауи. Соған біраз қаражаттар керек, соған шамалы талпыну керек, жұмыс істеу керек. Ну, хотим вот так и дальше развиваться, хотим вот эту продуктовую открыть. Біз осылайша одан әрі дамығымыз келеді. Азық-түлік дүкенін ашқымыз келеді. Ыстық нанды маймен, қаймақпен, қантпен сүйсініп жесе дейміз. Осы мына диірменді үлкенді жетілдірген кейінгі шыққан заманауи түрлерін алып, осыдан бұдан да сапалы күріштер шығарып отыру, жерде дұрыстап өңдеп, тегістеп, одан да өнімді молырақ алып отырсақ деп армандаймыз. Ол адамда не бұлайша арман таусылмайды ғой. Болашақта бізді не күтіп тұрғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Сондықтан сіз қаншалықты биікті бағындырасыз? Ол тек қана өзіңізге байланысты. Біз 20 жылдан бері бизнестің ыстығы мен суығына төзіп келе жатқан өз арманына сенетін адамдардың жағындамыз. Армандар
орындалады.